Саламатсыздар ма? Назарларыңызға осы аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. 16 наурызда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев парламенттің бірлескен отырысында халыққа кезекті жолдауын жасады. Ол жолдауда қаңтар оқиғасына тоқталып, лауазымды тұлғалардың мемлекетке жасаған сатқындығы жөнінде айтты. Бабаларымыз іштен шыққан жау жаман деп бекер айтпаған. Төңкеріс жасауға ұмтылғандардың арасында белгілі адамдар болды. Жоғары лауазым иелері мемлекетке сатқындық жасады. Опасыздардың ішінде әскери және арнаулы органдардың басшылары да бар. Олар күштік құрылымдардың заңға сәйкес қимылдауына кедергі келтірді. Мемлекет басшылығына қалалардағы ахуал туралы жалған ақпарат берді. Тіпті арнайы үкіметтік және басқа да байланыс арналарын өз бақылауына алды. Бір сөзбен айтсақ, олар елді ыдырату үшін ойларына келген барлық тәсілді қолданды. Тоқаев қаңтар оқиғасы кезінде әрекет еткен топтардың өзін биліктен кетірмек болғанын да айтты. Ол мемлекеттілікке қауіп төнген шақта қатаң шаралар қолдануға мәжбүр болғанын жеткізді. Президент қаңтар оқиғасы кезінде құқық қорғау органдарының ұсталғандарға заңсыз тергеу әдістерін қолданғанын билік мойындады деді. Ол азаптау әдістерін орта ғасырлық әдіс деп атады. Тоқаев жолдауында президент өкілетін қысқартып, парламенттің рөлін күшейту қажеттігін айтты. Ол президенттің жақын туыстарына мемлекеттік және квазимемлекеттік секторда басшы қызметін атқаруға заңмен тыйым салынуы қажет деді. Мемлекет басшысы президентке шамадан тыс өкілет беруден бас тарту қажеттігін алға тартып, мұндай жүйе тиімділігін жоғалтты деді. Бұдан былай президенттің қандай да бір партияға мүше болуына тыйым салатын өзгеріс заңмен бекітіледі. Орталық сайлау комиссиясы, конституциялық кеңес мүшелері және әкімдерге де партиядан шығуы ұсынылды. Президент аудан және ауыл әкімдерін тағайындай алмайды. Мемлекет басшысы сенатқа 15 емес 10 депутатты ғана тағайындай алады. Мәжілістегі халық ассамблеясы атынан сайланған депутаттар сенатқа ауыстырылып, саны 9-дан 5-ке дейін азаяды. Республикалық бюджеттің сапалы орындалуын бақылауды күшейту мақсатында есеп комитетінің орнына жоғары аудиторлық палата құрылады. Тоқаев мәжілістің рөлін күшейту қажеттігін айтты. Сенаттың заңдарды мақұлдауға не мақұлдамауға ғана құқығы болуы тиіс екеніне тоқталды. Қазақстанда жаңадан Абай, Ұлытау, Жетісу облыстары құрылады. Абай облысының орталығы Семей, Ұлытау облысының орталығы Жезқазған, Жетісу облысының орталығы Талдықорған қаласы болады. Сәрсенбі күнгі жолдауында президент Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деп мәлімдеді. Халықтың қалауын ескеріп, мен бүгін бірқатар бастама көтергелі отырмын. Ең алдымен Семей аймағында Абай облысын құруды ұсынамын. Семей қаласы жаңа облыстың орталығы болады. Осы мәселені аймақ тұрғындары көптен бері айтып жүргенін білемін. Қазір ол жақта шешімін таппаған түйткілдер аз емес. Мысалы, аймақтың ішкі инфрақұрылымы әбден тозған. Ол Жезқазған өңірі жөнінде бұл аймақты дербес облыс құру экономикалық қана емес, рухани жағынан да маңызды шешім деп атап өтті. Ал Алматы облысының әкімшілік территориялық аумағын өзгерту жөнінде былай деді. Алматы агломерацияна қатысты түйткілдер көп. Осы және басқа да жайттарды ескере отырып, Алматы облысын екіге бөлуді ұсынамын. Бұл өңірде Жетісу және Алматы облыстары құрылады. Алматы облысының орталығы Қапшағайда болу керек. Ал Жетісу облысының орталығы Талдықорғанда орналасады. Ол халық Қапшағай қаласына Дінмұхамед Қонаев атын беруді ұсынса, қолдайтынын да жеткізді. Тоқаев халыққа жолдауында ұсынған барлық бастаманы жүзеге асыру үшін Конституцияға 30-ға жуық өзгеріс енгізу қажеттігін айтты. Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық соты 16 наурызда Ресей билігі Украинадағы соғысты тоқтатуы тиіс деген қаулы шығарды. Сот сонымен бірге Мәскеу мен Киевтен қақтығысты одан әрі ушықтыратын қадамдарға бармауды талап етті. Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық сотында Украина толық жеңіске жетті. Сот Ресейді Украинаға басқыншылығын дереу тоқтатуға міндеттеді. Халықаралық құқық бойынша Ресей сот қаулысын орындауға міндетті. Шешімді орындамау Ресейдің одан әрі оқшаулануына апарады деп жазды Украина президенті Владимир Зеленский Твиттердегі парақшасында. Украина 27 ақпанда Гаагадағы Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық сотында Ресейдің үстінен шағым түсірген. Киев шағымы бойынша сот отырысы 7-8 наурызда өткен. Кремль Украинаға ашқан соғысын әскери операция деп атайды. Ресейде соғыс сөзін қолданғандар жауапқа тартылады. Ресей әскері Украина аумағына президент Владимир Путиннің бұйрығымен 24 ақпанда басып кірді.
Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше осы уақытқа дейін 3 миллионға жуық украин босып кеткен. Жұма күні Ресей әскері Украинаның Львов қаласына шабуылдады. Біріккен ұлттар ұйымы Украинада соғыс басталғалы бері кемі 816 бейбіт тұрғынның қаза тапқанын хабарлады. Ұйым болжауынша құрбандар саны бұдан да көп болуы мүмкін. Киев билігі соғыс басталғалы қалада 222 адам қаза тауып, 889 адам жараланды деп мәлімдеді. Мариуполь қаласындағы драма театрға шабуылдан 1300 адам зардап шеккен. Құтқарушылар бүлінген театрда қалып қойған 130 адамды құтқарды. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Ресей зымыранының қалдықтары Киевтегі көп қабатты үйге құлап, 1 адам қаза тапты, 4 адам жараланды. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Украина аумағына кірген кез келген жүкті қару-жарақ деп санасақ нысанаға аламыз деп мәлімдеді. Ресей билігі Қырымның Ресей құрамына қосылғанын атап өтіп жатыр. Мәскеудегі Лужники стадионында өткен шараға 203 мыңдай адам қатысқан айтылды. Бұл шараға Путин келіп сөз сөйледі. Апта легі осындай. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақ-ньюс.kz сайтынан оқи аласыздар. Барша Қазақстан халқын келе жатқан Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Аман сау болыңыздар.